Сәлеметсіздер ме? Өткен бөлімде біз қателіктерді бақылау және есепке алу, сонымен қатар деректердің репрезентативтілігі тақырыбын қарастырған болатынбыз. Ал бүгінгі бөлімнің тақырыбы бақылаулар мен өлшеу нәтижелерін тіркеу және де құжаттандыру. Ғылыми зерттеу тек қана жаңа дерек алумен шектелмейді. Ең маңыздысы сол алынған деректерді дәл, жүйелі және де түсінікті түрде тіркеу болып табылады. Бақылаулар мен өлшеу нәтижелерін құжаттау бұл зерттеудің сенімділігі мен қайталанушылығын қамтамасыз ететін негізгі шарттардың бірі. Мысалға, тау-кен саласында жыныс қабаттарының қысымын немесе температураны өлшеу тек бір сәттік нәтиже емес, ол өндірістің қауіпсіздігі мен технологиялық шешімдердің тиімділігіне әсер етеді. Сондықтан әрбір өлшеу нақты жазылып, уақыты, жағдайы және де орындаушысы көрсетілуі қажет. Құжаттандырылмаған мәлімет бұл ғылымда жоқ мәліметпен тең, яғни кез келген мәлімет міндетті түрде құжаттандырылуы қажет. Сондықтан ғылыми адалдықтың және кәсіби жауапкершіліктің бір көрінісі бұл нәтижені мұқият тіркеу және де оны сақтау болып табылады. Ғылыми жұмыстың алғашқы кезеңі бізде бақылау, одан кейін бізде өлшеу. Екеуі бір-бірімен әрине тығыз байланысты, бірақ әрқайсысының атқаратын қызметі бөлек. Бақылау бізде зерттелетін нысанның немесе құбылыстың қасиеттерін жүйелі түрде қадағалау. Мысалға, карьер қабырғаларының тұрақтылығын, жарықшақтардың дамуын немесе су деңгейінің өзгерісін күн сайын бақылау деп айтамыз. Бұл процестің нәтижесінде зерттеуші сапалық сипаттама алады, яғни не болып жатыр деген сұраққа жауап. Ал өлшеу сол құбылысты нақты сандармен сипаттау. Мысалы, температураны біз градуспен сипаттаймыз, қысымды мегапаскальмен және де жыныс тығыздығын грамммен өлшейміз. Бұл кезде қаншалықты немесе қандай шамада деген сұрақтарға жауап іздейміз. Жалпы тау-кен өндірісінде бұл екі әдіс қатар қолданылады. Инженер алдымен визуалды бақылау жасайды, содан кейін дәл аспаптармен өлшеу жүргізеді. Сол арқылы біз нақты және сапалы дерек ала аламыз. Өлшеу нәтижелерін тіркеу бұл ғылыми тәртіптің негізі болып табылады. Кез келген бақылау не өлшеу жүйелі түрде жазылмаса, ол ғылыми құндылығын жоғалтады. Тіркеу кезінде бірнеше маңызды қағидалар бар. Олардың біріншісі нақтылық және дәлдік. Яғни әрбір өлшеу нәтижесі нақты көрсеткіштермен және де өлшем бірлігімен жазылады. Мысалға, біз барлығымыз білетіндей жыныс қабатындағы температура 26,8 градус деп айтамыз, немесе қысым 1,25 мегапаскаль дейміз. Екіншісі бізде уақыт пен орын, яғни әрбір жазбаға өлшеу уақыты мен жүргізілген жері міндетті түрде енгізіледі. Бұл деректерді кейін салыстыру және де талдау кезінде маңызды рөл атқарады. Үшіншісі бізде жүйелілік және бірізділік, яғни барлық мәлімет бір форматта тіркелуі қажет. Егер әртүрлі зерттеулер әртүрлі тәсілмен жазылса, онда нәтижелерді салыстыру қиынға соғады әрине. Төртіншісі бізде жауапкершілік пен қолтаңба, яғни зерттеу жүргізген кезде кім оны өлшеді, қашан оны өлшеді және қандай құралмен, бұның барлығы нақты көрсетілуі қажет. Бұл деректің сенімділігін арттырады және де бақылаудың өзін жеңілдетеді. Және соңғысы қайталанушылық, яғни жазбалар кейін басқа зерттеушіге сол тәжірибені дәл солай қайталауға мүмкіндік беруі тиіс. Мысалға, егер карьерда жыныс тығыздығы бірнеше нүктеде өлшенсе, олардың барлығы бір кестеде көрсетіліп, нәтижелер салыстыруы керек. Міне сонда ғана өлшеу нәтижесі ғылыми тұрғыда мәнді болады. Ендігі кезекте біз тіркеу журналы мен деректерді сақтау форматына тоқталайық. Жалпы бақылау мен өлшеу деректерін тіркеу тек қағазға ғана жазумен шектелмейді. Қазіргі заманда ақпаратты электрондық жүйеде сақтау, сонымен қатар қағаз түрінде тіркеу бар. Яғни, қағаз форматындағы тіркеу бұл зертханалық журнал түрінде жасалады. Оның артықшылығы физикалық дәлел ретіндегі сақталуы. Алайда ол көп орын алады және де ұзақ мерзімде бұзылуы мүмкін. Ал ендігі кезекте электрондық тіркеу ол заманауи тәсіл деп айтса да болады. Мұнда мәліметтер деректер базасына немесе бір арнайы өздерінің бағдарламалары жүйесіне енгізілу қажет. Мысалға, тау-кен өндірісінде геологиялық мәліметтер Майнплан немесе Микромайн, Сүрпак сияқты бағдарламаларында тіркеледі. Онда әр өлшеу автоматты түрде уақытымен
координатасымен және де орындаушысымен қоса белгіленеді. Бұндай электрондық журналдың артықшылығы, яғни деректер жоғалмайды және де егер іздеу қажет болса тез ізделінеді және де тез өңделеді. Сонымен қатар оның тағы бір артықшылығы ол графикалық талдаумен есеп құруы оңайға соғады. Бірақ сонымен қатар ақпаратты қорғау маңызды. Сондықтан барлық жазбалар резервтік көшірмелермен сақталуы қажет. Енді құжаттандыру процесі жалпы не екен және оның кезеңдеріне тоқталайық. Құжаттандыру бұл өлшеу нәтижесін ресми түрде бекітіп, сақтау жүйесіне енгізу процесі. Бұл тек жазып қана емес, сонымен бірге деректердің өмірлік циклін басқару дегенді білдіреді. Құжаттандыру бірнеше кезеңдерден тұрады, яғни біріншісі бастапқы тіркеу. Ол кезде өлшеу нәтижесі бірден журналға немесе электрондық жүйеге енгізіледі. Айтып кеткендей, уақыты, нысаны, құрал атауы барлығы көрсетілуі қажет. Екіншісі бізде тексеру мен бекіту, яғни әр жазба жауапты тұлға тарапынан тексеріліп қол қойылады. Үшіншісі бізде жүйелеу және сақтау. Барлық деректер міндетті түрде нөмірленіп, параметрлер бойынша топтастырылуы қажет. Кейін талдау кезінде бұл зерттеушінің өзіне өте ыңғайлы. Төртіншісі бізде архивтеу. Құжаттар арнайы қорғалған сақтау орында немесе серверлерде сақталады. Яғни бұл кезде ақпараттың бұзылмауы мен қауіпсіздігіне басымдылық береді. Және соңғысы бізде қайта пайдалану, яғни егер болашақта қажет болған жағдайда осы деректер есеп, баяндама немесе қандай да бір ғылыми мақала жазуға негіз бола алады. Мысалы, кен орындарында жүргізілген сынақ нәтижелері бірнеше айдан кейін жаңа зерттеуге қажет болып қалуы мүмкін. Осындай кезде бұл өте ыңғайлы болады. Жалпы дұрыс ұйымдастырылған тіркеу арқылы біз зерттеу барысын нақты бір дәлелмен бекітеміз, нәтижелерді талдауды жеңілдетеміз, ғылыми адалдық сонымен қатар сақталады және де деректердің сақталуы мен қолданылуы қамтамасыз етіледі. Бұл процестердің барлығы зерттеушінің кәсіби мәдениетінің көрсеткіші болып табылады. Осы дәрісте біз бақылау мен өлшеу әдістерінің мәнін, олардың тіркеу қағидалары мен деректерді сақтау форматтарын, сонымен қатар құжаттандыру кезеңдерін қарастырдық. Келесі бөлімде біз тау-кен ісіндегі эксперименттік зерттеулердің мысалдары мен ерекшеліктеріне тоқталып кететін боламыз. Сау болыңыздар.